Баршаңызға сәлем. Сіздерге бүгін үй жағдайында дайындалатын кәуаптың рецептісін ұсынбақшымын. Ол үшін алдымен тауықтың төс етін үлкен бөліктерге бөліп турап аламыз. Содан соң ыдысқа салып, үстінен соя тұздығын құямыз. Табиғи бал саламыз. Сарымсақты ұсақтап саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Кішкене паприка. Содан соң кішкене горчица қосып, жақсылап біркелкетіп араластырамыз. Содан соң бірден шампурлерге түйреп, противенге салып, 170-180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, дайындап көріңіздер.